Мен қайта оралдым. Қайдан оралдым, қайда оралды? Мынау сөйлеп тұрған кім деп ойлауыңыз мүмкін. Менің есімім Марат Маулен. Жасым 52-де. Кәсіпкермін. Банкрот кәсіпкермін. Қазақстан бойынша 23 қалада үлкен офистері бар, үлкен жүздеген адамдарға жұмыс берген, үй, машина алып берген кәсіпкер ретінде танылдым. Бірақ 4 жыл алдын барлығы бір күнде тоқтады. Осыдан 4 жыл алдын Қазақстан бойынша 23 қалада 23 офисім бар, үлкен производстволарым бар, моющее средство шығаратын, дәрі-дәрмек шығаратын, сонымен қатар автосалоны бар, және аяқ киім магазиндері, одан кейін продуктовый магазиндері, сауықтыру орталықтары, қысқасы 10-нан астам бизнесі бар кәсіпкер едім. Соның барлығы бір күнде жоқ болды. Яғни бір күнде олардың бәрі тоқтап қалды. Сондай кезеңдерде өте қиын, өте ауыр болады екен. Сол кезеңдердің барлығын бастан өткізіп, 4 жыл кризисте, үлкен депрессияда, яғни бұның барлығы бір мезетте болып, аяқ астынан білмеген, күтпеген жағдайда осындай нәрселер болды да, сол арқылы қылмыстық іс қозғалып, сонымен бірге мені 4 жылға соттады. 4 жыл сыртта, яғни отбасымнан бөлек бостандығым шектеліп, 4 жыл ауыр кезеңдер өткіздім. Бұл бір күнде кәсіпкерліктің, былайша айтқан кезде шыңына жетіп тұрған адам бірден кәсіптен де айырыласың, достарынан да айырыласың, ақшаңдан, мал, мүлкінен барлығынан айырыласың. Сондай кезеңдерді бастан өткіздім. Соның барлығын өткізіп, 4 жылдың ішінде бүгін қайтадан тұруға, аяққа тұруға, қайтадан әлеуметтік желілерге шығуға, қайтадан сіздермен қауышуға, қайтадан кәсіп жасауға бел буып, бүгін енді шешім қабылдап осында бірінші видеоны түсіріп атқан жағдайым бар. Осы видеоны сіздермен өзімнің каналдарымда, яғни YouTube каналында, Instagram, TikTok каналдарымда сіздермен бөлісетін боламын. Сіз осылардың барлығын менімен бірге оқып, біліп көрсеңіздер болады. Бұл негізі қайдан шыққан жігіт, қандай бұл кісі деп ойлауыңыз мүмкін. Мен негізі оңтүстік Қазақстан облысы, Келес ауданында туып өстім. Сол жерде мектепті бітірдім. Содан кейін Түркияда 6 жыл университетте оқыдым. Одан кейін Алматыда 22 жыл тұрып, сол жерде бизнес жасадым. Көптеген бизнестер жасады. Қазақстан бойынша үлкен-үлкен бизнестер жасап, елге, халыққа қызмет жасап, пайдалы азамат болып жүрмін. Елге, халыққа пайдалы компаниямын деп, сондай былайша айтқан кезде мақтанып жүрген, мақтанышпен айтып жүретін азамат едім. Бір күнде қылмыскер бола келдім. Енді бұның барлығы ешкім күтпейді екен. Ешқашан мен кәсіпкер боламын деп армандағандай, мен ойбай қылмыс ашылады, мен сотталып кетемін деп ешкім армандамайды екен. Бірақ бұның барлығы аяқ астынан болады. Мен сол кезде өзім айтып жүрген көптеген сөздерім бар еді. Адамға кәсіп жасау үшін жақсы идея керек, жақсы бизнес план керек, маркетинг план, стратегиялық план, юридический план, финансы пландар керек деп айтатын. Одан кейін система керек, яғни жүйелендіру керек. Бұның барлығын жүйені өз қойып, бизнес тоқтамайтындай жағдайда болу керек деп армандайтын, мен бұны айтатынмын. Сонда менде жақсы идея болды. Соның арқасында Қазақстан бойынша үлкен-үлкен компаниялар, филиалдары, офистер ашылды, компаниялар құрдым. Бұл идеяның жақсылығының арқасы. Одан кейін оны кәсіп жасап, оны дөңгелетіп, оны жақсы бір бизнес планмен оны да дамыттық. Бірақ менде проблема жүйеде болды, системада болды. Яғни бизнесті шыны керек жүйелендіре алмадым десем де болады. Себебі бизнес пландарды бәрін дұрыстап, жүйелі түрде бизнес өзінен өзі жұмыс істейтіндей. Яғни менің қарауымсыз, менің қатысуымсыз істейтіндей жасай алмадым. Бұл шыны керек менің өзімнің проблемам. Бұл менің қателігім, бұл жерде менің командам оған қатесі жоқ деп ойлаймын. Себебі мен Қазақстан бойынша бизнесті ашқан кезде бұл бизнесті дамыттым, белгілі дәрежеге келтірдім.
бірақ бұл мен тоқтаған кезде бүкіл бизнестерім тоқтап қалды. Себебі бүкіл бизнес маған ориентированы, яғни маған зависимый бизнес болды да. Мен мысалға бизнесте жұмыс істеп жүргізіп дамытып отырған кезде менің мотивацияммен давай алға жігіттер, команда, директорлерді барлығын давай деп отырған кезде барлығы істеп отырды, мен тоқтаған кезде барлық нәрсе тоқтап қалды. Бұл жерде мен жүйенің дұрыс құрылмағандығын өзім ойлаймын. Себебі ол жерде юристтер дұрыс жұмыс жасай алмады, бухгалтерия, финанс жақтары барлығы дұрыс болмады. Одан кейін сол сияқты көптеген проблемалар, сату системасы барлығы айналып келген кезде мен шешім қабылдауым керек болды, мен айтуым керек болды, менің айтуыммен жүру керек болды. Соның барлығы маған 4 жыл уақытымды жеді, 4 жыл уақытымды. 4 жыл уақытта мысалға бизнестердің барлығы тоқтады, 4 жылдың ішінде бизнестердің барлығы былайша айтқан кезде минусқа кетіп, барлығы банкрот жағдайға жетті. Егер мен сол кезде жүйені дұрыс қойғанымда, бизнес мүмкін жұмыс істеп тұрған береді. 10 шақты бизнестің мүмкін 1-2 болса да, егер жақсы жұмыс система болса, может 3-4 жұмыс істеп тұрған болар еді. Осының барлығын мен ойлана келе, мен осы қателіктердің бәрін қалай жасадым, не үшін жасадым, бұны неге ескермедім деген сияқты ойлар пайда болды. Енді осылардың барлығын реттегім келеді. Қазір қайтадан аяққа тұрып, осының барлығын реттеп жасаймын деп ойладым, бірақ дегенмен осы бүгінге дейін жасаған қателіктерімді бұл басқа өзім сияқты кәсіпкерлерге, осы бизнесті жасаймын, ертеңгі күні елге, халыққа осындай пайдалы кәсіппен айналсам, пайдалы кәсіпкер болам деп жүрген кісілерге мен осы өзімнің біліміммен бөліскім келеді. Сол үшін мен қазір каналдар ашып жатырмын. Осы каналдарды, мысалы YouTube каналды бұл 4 жылдан бері негізі істемей тұрды. Қазір осы YouTube каналын қайтадан іске қосқым келеді. Instagram каналдар 4 жылдан бері жұмыс істемеді. Осының бәрін қазір қолға алып жатырмын. Осыған мен қайта оралдым. Себебі мен бүгінге дейін 4 жылдың ішінде басымнан өткізген бүкіл қиындықтарымды, бүкіл менің осы жасаған іс-әрекеттерімнің барлығын мен айтарым бар екенін білемін. Мен үшін бұл үлкен тарихи оқиға болды. 4 жыл деген, мысалға бұл ешкімнің басына бермесін, ешкімнің басында бұндай қиындық болмасын. Шын мәнінде мен 4 жылдың ішінде мен өзім қатты қиналдым. Бірақ одан да ауыры менің отбасым қиналды, анам қиналды, бала шағам жағдайы қиын болды. Себебі мал мүліктердің барлығы жоқ болып кетті. Былайша айтқан кезде қарыздар, аресттер, басқа да нәрселер, бұлардың барлығы ешқандай ешкімге тілемеймін, шыны керек. Енді шыны керек, отбасым үйсіз, күйсіз қалды. Мен әрине тордың ары бетінде өкіметтің берген бөлмесінде, өкіметтің берген 3 мезгіл тамағымен, сол жерде әйтеуір берген жұмысымен істеп, әйтеуір 4 жыл уақытымды өткіздім. 4 жылдың ішінде кітап оқыдым, өзімді жетілдірдім, ешқашан мойымауға, ешқашан бұл нәрседе өзімді тастамауға тырыстым. Бірақ бұның артқы жағында таяқтың екінші ұшы бұл менің анама, отбасыма, бауырларыма, менің бала шағама өте қиын болды. Олардың да бастан өткендері өте қиын. Мысалға жолдасым 2 рет инсульт больницада не қылды. Одан кейін балам ол кезде, әйелім 2 қабат еді, 2 қабат. Сол 2 қабат болған. Сол кезде балам 4 айлық іште болатын, 4 айлық. Сол инсульт, депрессия кездерінде өте қиналды. Содан кейін білмеймін, қазір сөйлеуі де қиын, 4 жастан асты, сөйлеуі де қиын, өте кеш дамып келе жатыр. Бұның барлығы стресстің арқасы, оларда депрессия, анамда давление, сахар, күнде ауру, күнде сау, әйтеуір. Осы әйтеуір амалдап, осы күнге жеттік. Негізі білмеймін, өзім осындай нәрселерді айтайын десем айтқым келеді, көп нәрсені ашық айтқым келеді, бірақ
айтайын десем, бір өзімді қатты қиын сезем, яғни өте ауыр. Енді бірақ бұл енді мен үшін үлкен сабақ болды. Мен үшін 4 жыл уақыт, миллиондаған ақша, бір завод тоқтап қалды, аяқ киім магазин тоқтап қалды, продуктовый магазиндер жабылып қалды. Қысқасы бірнеше бизнестер уже тоқтап, ешқайсысы қазір табыс әкелмейтін жағдайға жетті. Бұның барлығын мен қазір айтпасам, бұл қаншама кәсіпкерлер үшін ертең күн үлкен соққы болуы мүмкін. Ертең күні менің басымнан өткен біреудің басына да келуі мүмкін. Сол үшін мен сол кәсіпкерлерге алдын ала осындай нәрселерді айтып, сақтық шараларын айтып, соны үйреткім келеді, көрсеткім келеді, түсіндіргім келеді. Себебі барлық заң шеңберінде жасау керек. Ешқашан бизнесті өз мойныңа салып, тек қана өзің ғана көтеріп жүрмеу керек. Бизнесте мысалы баланс деген нәрсе болу керек. Мен өзім ойлаймын, бизнес жасадым деп ақша тауып жатырмын, барлық нәрсе ақшамен шешіледі деп, бала-шағаға ақша алып барып жатырмын, оларға жағдай жасап жатырмын, оларға үй, машина, басқа да жағдайлар жасап жатырмын деп, өзім ойлап жүрдім, барлығы сол бизнеске тірелді. Бірақ бизнес деп келдім да, оның арқасында менде қаншама минустар болды. Бір, бұл отбасым жағдайын жасай алмадым, яғни ата-анама дұрыс бала болып, оларды дұрыс қызмет жасай алмадым. Әйеліме, например, дұрыс еркек болып, оның жағдайын жасап, дұрыс көңіл күй сыйлай алмадым. Балдарыма дұрыс әке болып, олардың тәрбиесімен айналысып, олардың мектептерімен болмаса, олардың ұйықтап тұрғандарын көре алмадым. Бұл қаншама бала-шағаның уже қалай өсіп кеткенін білмей қалдым да. Мен мысалға осы бизнесте жүргеніме 30 жылдан асты. 17 жасымда бизнесті бастаған екенмін, студент кезімде. Қазір 47 жасқа дейін тура 30 жыл бизнес жасаптым. Сол 30 жыл болған кезде, яғни 47 жасымда мен сотталдым, қамалдым. Содан 4 жыл, 5 жыл уақыт өтті. Мына қазір жасым 52-ге келді. 52-ге 30 жыл кәсіппен айналыстым. Соның ішінде 2004 жылдан бастап өз бизнестеріммен, яғни өзім компанияларымды ашып, өзім компанияларымды жүргіздім. Өте үлкен жетістіктерге жеттім. Әйтеуір бір жерде көтеріліп, бір жерде құлап, енді қаншама бизнестерді ашып, жауып, соның ішінде әйтеуір жетістікке жеткен де бар, құлаған да бар. Бұл үлкен мен үшін тәжірибе, сол тәжірибемен бөліскім келеді. Одан кейін достарыммен де дұрыс араласа алмадым. Қаншама достар той думалақ, ағайын туғандар араласып, өлім жетім болып жатады. Сонда кездерде бара алмайсың. Сен ақша беріп жіберіп, мысалға тойына беріп, той құтты болсын деп сообщение жазып берген, ол бір бөлекте барып арасында аз ақша берсең де, даже мүмкін бермесең де, бірақ ол жерде сен сол ағайындардың арасында сол көңіл күй көтеріп, солармен бақытты сондай кезеңдерді бірге өткізбеген мен үшін өте өкінішті. Шыны керек, мен 30 жылдан астам уақытты бекерге өткіздім ба деп ойлаймын. Кейде бұның барлығы әрине сабақ, бұлардың барлығы менің тағдырымда бар шығар, сол үшін мен осыны жасаған шығармын. Дегенмен бұны қайтадан өзгертуге, қайтадан өз тағдырымды атсалысып, қайтадан дұрыс жолға түсіруге мен қайтадан мүмкіндік болатынына сенемін. Бүгін мен мынау Қазығұрт тауының төбесіне, ең биік шыңына қазір қарап отырсаңыздар, бүкіл тау биікте тұрмын. Қазір төбеде ауылдар көрінбейді, сонда биікте тұрмын. Енді бүгін бірінші видеоны осы жерге шығып, осы жерде, яғни бостандыққа шыққандағы менің бірінші әрекетім осы болсын. Әйтеуір таза ауаға шығып, осындай табиғатқа, шыңға шығып, осы жерде бірінші пайдалы бір видео жасайын деп шешім қабылдадым. Енді мен оралдым, каналдарында, аккаунттарында өте пайдалы ақпараттар беремін деп, пайдалы лайфхактар беремін деп ойлаймын. Сіздермен осының барлығын шынайы
болмысымен, шынайы оқиғаларымен, шынайы тарихи кезеңдермен, менің басымнан өткен қиындықтар мен жетістіктердің барлығын сіздермен бөлісе отырып, сіздерге бір өз үлесімді қосқым келеді, көмектескім келеді. Яғни сіз өз кәсібіңізді жасаған кезде бір күні бұның барлығына айырылып қалғаныңызды қаламаймын. Мен сізге осы жерде бір сұрақ қойғым келеді. Сіз кімсіз? Немесе сен кімсің? Сен ойлауың мүмкін, мен кәсіпкермін, немесе доктормын, мұғаліммін, или осында заводым бар, или осында бизнесім бар, цехым бар, компаниям бар деп айтуы мүмкін. Немесе отбасым бар, басқа да көптеген жетістіктерін айтуы мүмкін. А егер солардың барлығын алып қойса, яғни бір күнде сенен солардың бәрін алып қойса, немесе солардың бәрі бір күнде жоқ болып кететін болса, сол кезде сен кімсің? Яғни бизнесіңді алып қойса, или бизнесің жабылып қалса, компанияларын тоқтап қалса, заводың жабылып қалса, сол кезде сен кімсің? Сол сұрақты өзіңізге қойыңыз. Мен сол үшін қазір осы 4 жылдың ішінде 200-ден астам кітап оқыдым. 200-ден астам кітапты просто оқу емес, яғни өзінің санамнан өткізу арқылы осы 4 жылдық менде осы үлкен тәжірибе болды. Себебі ол кітаптарды мен өте көп кітаптарды оқыдым. 20 жасымда бір оқыған, одан кейін 30-40-та бір оқыдым, 30-да 40 жасында, бірақ мына жерде түрмеде оқыған кітаптар өте басқаша қалыптасады екен, басқаша түсінік береді екен. Себебі оның түбіне жетіп тұрып оқиды екенсің да. Себебі кейбір заттарды басымнан өтпегеннен кейін поверхностьно өтіп кетесің. Бірақ мына жерде уже түсініп, себебі сен сол қиындықтардың басынан өткізгеннен кейін саған бұл уже басқаша түсінік береді екен. Сондықтан бұл кітаптардың барлығын енді басқа кісілерге пайдасы тисе екен деп ойлаймын. 30 жылдық тәжірибемді, оның ішінде 17 жыл басшылық құрамда, яғни компаниялардың президенті, вице-президент, генеральный директор сияқты үлкен лауазымдарда істедім. Сонымен қатар өте үлкен Қазақстан бойынша танымал компанияларда істедім. Ол компаниялар қазір барлығымызға таныс. Бұл Хамле печеньесі, Альбени, Султан макароны, Бета чай, Тетли чай, Алматинский чай, Рамстор желілерінде менеджерліктен бастап маркетинг саласын басқардым, директорлық, логистика басқардым, көптеген жұмыстарды атқардым. Бұл Түркиядан оқуды бітіріп келгеннен кейін елшілікке де жұмысқа кірдім. Бірақ елшілік жұмысы, одан кейін акиматқа да жұмыс істеп көрдім, мысалы аудан әкімдіктерінде істеп көрдім. Бірақ олардың барлығы менікі емес екен. Мен өзімді кәсіпкерлікте таныдым, кәсіпкерлікте білдім. Сосын мен кәсіпкерлікпен жүрдім. Сол кәсіпкерліктің өзінде көптеген жұмыстар атқардым. Өте көп брендтер жасадым. Көптеген брендтерді нарыққа, яғни бірінші печенье, мысалға Хамлен печеньесі, бірінші Альбениді, немесе бірінші макаронды базарларға, магазиндерге шығарып, сондай қызметтер атқардым. Тренинг саласында жұмыс істедім. Тренинг саласында 2007 жылдан 2008 жылдан бастап тренинг индустриясында болдым. Өте көп бизнес тренерлермен жұмыс істедім. Олардың ішінде танымалы Сайдмұрат Давлатов, соның бүкіл тренингтерін ұйымдастыру, кітаптарын шығуына продюсер, қазіргі тілмен айтқанда продюсерлық қызметтер атқардым. Сол Само даму орталығында генеральный директор жұмыс істедім. Давлатпен бірге бірнеше компаниялар аштық. Ласпидо компаниясы, ол жерде президент статусында болдым. Одан кейін Сарват деген компания, ол компания тоже президент компания болдым. Шыны керек, бірінші мына видео болғандықтан, тем более мынау 4 жыл сөйлемедім, 4 жыл ешқашан сахнаға шықпадым, экранға шықпадым, камераның алдында сөйлемедім. Мен үшін біраз қобалжу болып тұр, біраз қиындау болып тұр.
айтқым келген нәрсені тілімнің ұшында тұр. Бүгінге дейін тек қана оқи беріппін, жаза беріппін. Енді 4 жылдың ішінде жеткен жетістігім не? 4 кітап жаздым. Абай бол деп аталады. Абай бол 1.0, Абай бол 2.0, 3.0, 4.0. Яғни ол жерде бірінші тақырып бұл мен кіммін, яғни сіз өзіңіздің кім екеніңізді білесіз. Одан кейін менің орным қайда, менің шын мәнінде не қалаймын деген сияқты өте көп тақырыптар бар. 90 күндік трансформациялы бағдарлама жасадым. 90 күннің ішінде мен өзім осы кітапымды 90 күндік кітапты әр күнге 10 беттен оқу керек. Ол 10 беттік кітапты күнде оқып, күнде бір тапсырма, күнде бір адет, күнделікті 1% дамып отырсаң да 90 күннің ішінде өте көп жетістіктерге жетесің. Соның барлығын мен жазып шықтым. Солардың барлығын осы өзім каналымда, Instagram аккаунттарында, TikTokта барлығын сіздермен бөлісіп, сіздерге пайдалы болғанын қалаймын. Сол үшін мені қолдаңыздар. Instagram, TikTok, YouTube каналдарында маған тіркеліп қойып, бұны достарыңызбен бөлісіп, комментарийға Марат алға деп жазатын болсаңыздар, мен өте қуанамын. Бұлай жазыңыздаршы, өтініш, егер сіздер мен қолдайтын болсаңыздар, Марат Мәулен алға деп, яғни 3 сөз болсын, Марат Мәулен алға деп. Осы 3 сөз мен үшін үлкен шабыт, яғни қаншалықты адамдар қолдайды екен, соны білгім келеді. Әрине, қолдау деген өте керемет сөз. Мен осы 4 жылдың ішінде кімнің кім екенін білдім. Қасымда қаншама достарым бар, қаншама бауырларым бар, қаншама партнер серіктестерім бар деп айтатын, мақтанатын, қуанатынмын. Бірақ өкінішке орай мен қиналған кезде, менің үстімнен іс қозғалып қамалған кезінде солардың көбісі, яғни мүмкін 90%, мүмкін 95% жоқ болып кетті, яғни таппай қалдым. Көбісінің маскасы шешіліп, бетпердесі шешіліп қалып деп айтайын. Көп адамдарға мысалға звондасаң телефон көтермейді. Мысалға енді бала шағам қиналды, әйелім звондады, бауырларым звондап көмек сұраған кезде, шын мәнінде анасы мысалға бала шағасы үшін тырысады, ұмтылады, оларды жағдайын жасағысы келеді, қандай қиындық жағдай болса да. Сол кезде тамақ керек, киім керек, аренда керек, басқа да қиындықтар кезде 4 жылдың ішінде бағанағы серіктестеріме, достарыма хабарласты. Көбісінде барлығын айтатыны, ойбай өзімде ақша жоқ, жағдайым болмай тұр деген сияқты қиналып. Кезінде мен дүрілдеп керемет жағдай болып тұрған кезде, көп адам келген кезде жағдайларына қарап көмектескен болатын. Көп адамға мен ақшалай, тауарлай, басқа да көмектерінде аямай көмектескен, бірақ сол кісілердің көбісінен өкінішке орай көмек ала алмадым. Осы 4 жылдың ішінде отбасым анамның пенсиясымен, әйелімнің, яғни кішкентай баламның пособиясымен күн көрді. Тек қана солардың табыстарымен күндерін көріп, бауырымның үйінде, інімнің үйінде олар өмір сүрді. Себебі басқа баратын жер жоқ, өзінің тұратын үйім жоқ. Бұның барлығы елге, халыққа берді. Мысалға қарыздарды құтылдық. Енді қаншама адамдарға мысалға бізге не қылды ғой, бизнестердің бәрі тоқтап қалған екен, олардың барлығына ақшаларын бәрін қайтару керек болды, қарыздар қайтару керек болды. Соның барлығына кетті. Шыны керек 4 жылдың ішінде өте қиын жағдай болды. Қазір үйсіз де, жайсыз да қалдым. Енді Алла разы болсын, қарындасым көмектесіп өзінің үйін маған берді. Енді олар қазір Алматыда тұратын болған екен, мына Шымкенттегі үйін аға сіз өзіңіз қолданыңыз, пайдаланыңыз, кейін ақшасын бөліп уақытыңыз болған кезде, жағдайыңыз болған кезде қайтарасыз деп
берді. Енді ол үйдің өзінде ремонт жасау керек, оған да қазір ақша керек, жұмыс жүргізу керек, жұмыс істеу керек, барлығын қайтадан қалыпқа келтіру керек. Өзімді қайтадан қалыпқа келтіру керек, қайтадан трансформациядан өзім өтуім керек. Себебі өзім жазған 4 кітабымды өзім бұл теория. Сол теорияны практикадан өзімнен өткізім, яғни өзім сол этаптың бәрінен өтуім керек 90 күн. Содан кейін мен оны кітапты жарыққа шығарып, елге, халыққа, яғни проверенный кітап ретінде бергім келеді. Өзім сол қиындықтардың барлығынан қалай өту керегін өзім көрсетемін. Осы 90 күннің ішінде сізге пайдасы тиеді деп ойлаймын. Достар, енді мен ойлаймын, бұл каналдарда өте көп пайдалы сабақтар болады, пайдалы, әсерлі, тарихи, шынайы оқиғалар болады. Бұның бәрін сіздермен бөлісетін боламын. Мені қолдаңыздар, менің каналымда тіркеліңіздер. Сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге.